шешімдер экономиканың құрылымын өзгертуге баса назар аударуға тиіс. Еліміздің тұрақты дамуына мүмкіндік беретін жаңа тетіктерді қарастырған жөн. Басты мақсат азаматтардың табыс деңгейін арттыру. Жұмысты дұрыс үйлестіре білсек, бұл қолдан келетін шаруа. Экономика өскен сайын әлеуметтік теңсіздік азайып яғни орта класс күшейе түсу керек. Сонда ғана біз еліміздің әлеуетін күшейте аламыз. Бұл үшін кез келген істің басты өлшемі тиімділік болуға тиіс. Яғни әрбір шешім, әрбір жоба ең алдымен елге пайдалы болуы қажет.